Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен қазақ тілінен сабақтас құрмалы сөйлем тақырыбына тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Так, ендеше бірінші сұрақты бастайық. Сабақтас құрмалы сөйлемнің түрін табыңыз дейді. Бүгін бірер керек кітабын алып шықтым деп, сонда әдейі ертіп апарған едім. Так, сонда әдейі ертіп апарған едім. Не мақсатпен? Бірер керек кітабын алып шықтым деп. Яғни мақсат бағанақылы сабақтас құрмалы сөйлем болады. Бірақ мына жерде ескеру керек нәрсе бар. Етістікке деп қосылып келетін бізде екі жағдай бар. Ол себеп бағанақылы сабақтас пен мақсат бағанақылы сабақтас. Екеуі қатты ұқсайды және екеуінен көбі шатастырып жатады. Енді солардың ара жігін ажыратайық. Мақсат бағанақылы сабақтаста қалау рай, шартты рай және бұйрық рай плюс деп деген қосылып келеді. Бұл мақсаттың формасы. Қалау, шартты және бұйрық рай. Мысалы, мына жердегі талдап тұрғанымыз біздегі бұйрық рай. Ол шықсын деген бұйрық райға деп қосылған формасы. Ал себепте ашық рай және соған деп деген қосылып келеді. Ол бізде себеп бағанақылы сабақтастың жасалу формасы. Так, жақсы. Келесі сұрақ өтейік. Қимылсын бағанақылы сабақтас құрмалы сөйлем. Қимылсында білесіздер, қалай деген сұраққа жауап беріп тұрады. Кешікпей келгені болмаса, айдын тапсырманы орындаған жоқ. Бұл жерде қарсылықта бағанақылы сабақтас болып тұр. Яғни дұрыс жауап болмайды. Мұзға ешбір салмақ түсірмей, шана өзі сырғанап келе жатқан тәрізді дейді. Шана өзі сырғанап келе жатқан тәрізді. Қалай сырғанап келе жатқан тәрізді? Мұзға ешбір салмақ түсірмей. Басыңқыдан біз бағанақыға қалай деген сұрақ қоямыз. Және тиісінше мағыналық тұрғыда ол қимылсын бағанақылы сабақтасқа жатады. Жаңбырдың астында жаурап тұрғанша үйге кіріп жылынып ал. Бұл бізде қарсылықты бағанақылы сабақтас құрмалас. Гауһартас үйге кіріп кеткенде Асылбек пен Күмісбек сыртта қалды. Асылбек пен Күмісбек сыртта қалды. Қашан? Гауһартас үйге кіріп кеткенде. Үйге кіріп кеткен кезде, яғни мезгіл бағанақылы сабақтас құрмалас сөйлем. Келесі сұрақ. Қарсылықта бағанақылы сабақтас құрмалас сөйлем тағы да. Өз бақыты үшін күресетінін өзі білсе, оған еш жау төтеп бере алмайды. Мына жерде егермен біз тексереміз. Мына жердегі мына форманы. Яғни бұл шартты бағанақылы сабақтас құрмалас. Халықтың өз ішінде бірлігі болмай, тірлігі де оңбасы анық қой дейді. Бұл да бізде қарсылықтыға жатпайды. Келесі, аттар тың болғанда серіктерім Тәйкеш ауылына жетіп қалатын еді. Бұл жерде де егермен тексерсек, шартты бағанақылы сабақтасқа келеді. Хат танымайтыны болмаса, жігіттің сарбазы болайын деп тұр. Ол хат танымайды, бірақ жігіттің сарбазы болайын деп тұр. Яғни қарсылықты бағанақылы сабақтас құрмаластың жауабы болып тұр. Және мына жерде ол қарсылықта бағанақылы сабақтастың мынау жасалу формасына да сәйкес келіп тұр. Келесі себеп. Не себепті, неліктен деген сұраққа жауап береді. Басыңқыдан бағанақыға сұрақ қойған кезде. Ай жаңа туып келе жатқандықтан төңірек күңгірт еді. Төңірек күңгірт еді. Не себепті? Ай жаңа туып келе жатқандықтан. Немесе оны былай тексерсек болады. Ай жаңа туып келе жатты, сол себепті төңірек күңгірт еді деп біз салаласқа айналдыра аламыз. Себеп салдар салаласқа айналдырғанда
дәл осындай мағынасын жоғалтпай ауысады. Апай Алматыға келмеді, сол себепті мен келдім. Мынау енді бізде себеп салдар салаласты. Мысалы, сіз туған өлкеңізде көп кезесіз, оның сұлулығына сүйсінесіз. Бұл бізде салалас құрмалас. Қыстың басы тақау болғанымен, әлі қар түсе қойған жоқ. Бұл бізде қарсылықты сабақтас құрмалас сөйлем. Қайткенмен деген сұраққа жауап береді. Келесі, қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем дейді. Қоңырау соғылды, оқушылар сыныптан жүгіре шықты. Бұл бізде салалас. Күн суытты, бірақ адамдар әлі жылы киімдерін кимеді. Қарсылықты салалас құрмалас. Жалғаулықта болып тұр. Үйдің еркесі болғанмен, өзін үлкен қыздарша көрсеткісі келді. Бұл бізде қарсылықта бағынқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Ол үйдің еркесі болды, бірақ өзін үлкен қыздарша көрсеткісі келді деп біз қарсылықты салалас құрмаласқа айналдырып тексерсек болады. Сабақты жақсы оқыса, Астанаға апаратын кесіп айтты. Мына жерде егермен тексеріп көреміз, яғни шарттыға келіп тұр мағынасы. Егер сабақты жақсы оқыса, Астанаға апаратын кесіп айтты. Дұрыс жауабымыз С болды. Келесі, қораға ит құс кіріп кетпеу үшін атасы қораның есігін мықтап бекітіп қояды. Не мақсатпен қораның есігін мықтап бекітіп қояды? Ит құс кіріп кетпеу үшін, яғни мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Енді осының жасалу жолын сұрап тұр. Енді мына жерде қараңыздар, қандай сөйлем екенін, қандай түрге жататынын айтып тұр өзі, сөйлемді беріп тұр. Бұл жерде, яғни дәл осындай форматтағы сұрақ келген кезде көп басты қатырмай, көп ойланбай, мынау бағыныңқы сыңарын қараймыз. Бұл жерде қалай жасалып тұрғанын қараймыз. Мына жерде үшін тұр. Және оның алдындағы етістік бізде тұйық етістікпен аяқталып тұр. Тұйық етістікпен аяқталып тұр. Енді қараңыз, мына жерде көмекші сөздің тіркесуі арқылы деп тұр. Яғни мынаны біз жауаптан алып тастаймыз. Көсемше мен септелгішлау арқылы дейді. Үшін бізде септелгішлау, ол дұрыс. Мына жерде де септелгішлау дегені дұрыс. Бірақ мына жерде көсемше жоқ, иә? Сол үшін мыналарды алып тастаймыз. Көмекші етістіктің тіркесу арқылы дейді. Бұл да жауап болмайды. Мына жерде көмекші етістік жоқ. Жалғыз ғана жауап ол тұйық етістікпен септелгішлау арқылы дейді. Яғни дәл осындай жасалу жолын сұраған жағдайда бағаныңқы сыңарының соңын қарап жауап бере қоямыз. Келесі, тыныс белгісі дұрыс қойылған мезгіл бағаныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Қашан деген сұраққа жауап беріп тұрады басыңқыдан бағаныңқыға. Ерхан үйге қайтып келісімен, оны нағашысы шақыртып алды. Оны нағашысы қашан шақыртып алды? Үйге қайтып келісімен. Немесе бұлай тексеріп көрсек болады. Ерхан үйге қайтып келгенде, немесе қайтып келген кезде, оны нағашысы шақыртып алды. Яғни мезгіл бағаныңқы сабақтас құрмалас сөйлем. Әңгіме ауыл адамдарының жайына көшкен кезде омар шешіле түсті дейді. Енді қараңыз, мына жерде тағы бір назар аударатын нәрсе ол тыныс белгісі дұрыс қойылуы. Ал біз мезгіл бағаныңқылы сабақтаста арасына қойылатын тыныс белгі жалғыз үтір екенін білеміз. Сол үшін мысалы үтірден тыс нүктелі үтір жауап болмайды, алып тастасақ болады қарастырмай. Және неште қос нүкте де жауап бола алмайды. Ал С вариантын көретін болсақ, бақытты сәтіне бөгет болғысы келмеді де жүрісін ақырындатты. Бұл бізде мағынасы жағынан мезгілге мүлдем келмейді. Яғни жалғыз жауап А. Тыныс белгісі жағынан да, мағынасы жағынан да жауапқа сай келіп тұр. Келесі. Себеп бағаныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем дейді. Не себеп, неліктен деген сұраққа жауап береді. Әйелі бақилық болғандықтан бағы кете бастады. Бағы кете бастады. Неліктен? Әйелі бақилық болғандықтан.
яғни дұрыс жауап А болады. Құс ұшып кетпеу үшін аяғын байлап қойды. Не мақсатпен аяғын байлап қойды? Құс ұшып кетпеу үшін. Бұл бізде мақсат бағыныңқылы сабақтас. Айту оңай болғанмен, іске асыру оңай емес. Айту оңай, бірақ іске асыру оңай емес. Бұл бізде қарсылықты бағыныңқылы сабақтас. Мысалы, күн суытты, адамдар қыстың қамына кірісті. Бұл бізде сауалас құрмалас сөйлем. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз дейді. Қашан деген сұраққа жауап береді. Шындық қанша ащы болса да қабылдау керек. Бұл бізде қарсылықта бағыныңқылы сабақтас құрмалас. Келесі, елдің сөзіне қаламын деп, досын үйіне жолатпады. Бұл бізде себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Бұлар далаға шығысымен басқалар да кетіп қалды. Ал бұл мына жерде мезгіл бағыныңқылы сабақтас. Бұлар далаға шыққан кезде, шыққанда басқалар да кетіп қалды. Қашан кетіп қалды? Бұлар далаға шыққанда. Келесі, қазір гендік инженерия жақсы дамып келеді, оған қуаныштымыз. Бұл бізде сауалас құрмалас сөйлем. Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз дейді. Көңілсіз хабарды естігеннен бері Әнуарбектен кеткен тыным қайта айналып тұғырына қонған жоқты. Қашан? Көңілсіз хабарды естігеннен бері. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас. Менің соңғы қимылым бұрынғыдан әлде қайда қиын болса да, опырып жапырып ақ тастадым. Қайтсе де қиын болса да, яғни қарсылықты бағыныңқылы сабақтас. Халықты білім жолына шақыру үшін ақын түгінде аямай сарқылып айтты дейді. Не мақсатпен? Білім жолына шақыру үшін. Яғни мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Келесі, жіберген жоқшылары осындай хабар берген соң, жараспай түні бойы кірпік ілмей ойланумен болды. Жараспай түні бойы кірпік ілмей ойланумен болды. Неліктен, не себепті? Жіберген жоқшылары осындай хабар берген соң дейді. Яғни себеп бағыныңқылы сабақтас. Келесі, мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз. Ішінде ой шырағы жанғандай боп, салмақпен қараған көздері анда-санда қарсыдағы терезеге қадалады. Кешіріңіздер. Мына жерде қалай деген сұраққа жауап береді? Басыңқыдан бағыныңқыға сұрағы, яғни қимылсын болады. Баймағамбет тұрып есікті ашқанда, ар жағында тыстан қайтып келе жатқан әйгерім көрінді. Қашан әйгерім көрінді? Баймағамбет тұрып есікті ашқанда, ашқан кезде деген, яғни қашан деген сұраққа жауап бер, мезгіл бағыныңқылы сабақтас болады. Отың жанбаса қорлық, құсың алмаса қорлық дейді. Бұл сауаластар. Қолы ішек пернені термелеп, жебелей береді. Бұл бізде қимылсын бағыныңқылы сабақтас. Келесі, қарсылықты бағыныңқылы сабақтасты табуымыз керек. Қалада назарын аударған жай мәдени ескерткіштер мен демалыс орындарын ерекше ықыласпен қамқорлыққа алуы дейді. Бұл бізде жай сөйлем. Көзі шақпақ тастай жалт-жұлт етіп, екі иыққа кезек тербелгенде, үй толы қонақтар ырғақтың құдіретіне балқығандай кездеседі. Бұл бізде көп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Мынау да бағынып тұр, және мынау да бағынып тұр. Алыстан әлдекімдердің дауысының жаңғырығы естілгендей болды, бірақ қай жақтан естілгенін шамалай алмай тұрып қалдым. Мына жерде бірақ деген жалғаулықшылаумен келген қарсылықты сауалас құрмалас сөйлем. Жауап бола алмайды бұл да. Сөйлер сөзге адамзат, сонау көне өмірдің өзінде ерекше мән бергенмен, бізге жетпей қалған қаншама асыл қазына бар. Бұл бізде қайткенмен деген сұраққа жауап береді. Яғни қарсылықты бағыныңқылы сабақтас болады. Бұлай тексерсек болады.
сөйлер сөзге адамзат сонау көне дәуірдің өзінде ақ ерекше мән берді, бірақ бізге жетпей қалған қаншама асыл қазына бар деп қарсылықты салаласқа айналдырып тексерсек болады. Яғни жауапты болады мына жерде. Келесі, қарсылықта бағанақылы сабақтас құрмалас сөйлем. Махамбеттің өлеңдерін үзбей оқиды, отта жыры ұнайды. Бұл бізде салалас құрмалас. Екеуміз бір анадан тусақ та, ойымыз келіспей қала береді. Қайтсек те, бір анадан тусақ та. Немесе, екеуміз бір анадан тудық, бірақ ойымыз келіспей қала береді. Қарсылықты салаласқа айналдырып тексеріп көрдік. Дұрыс жауап болады. Бір құмырсқа өз илеуінен бөлініп, арамен дос болыпты. Мынау бізде қимылсын бағанақылы сабақтас. Жалғыз өзі біраз әуреленеді, бірақ дәнді қозғалта алмапты. Мынау бізде қарсылықты салалас құрмалас. Мысалдарды сабақтас құрмаластың түрлерімен сәйкестендіріңіз дейді. Күзетші сезіп қалмау үшін біз жыраның ішімен еңбектеп кеттік. Не мақсатпен жыраның ішімен еңбектеп кеттік? Күзетші сезіп қалмау үшін. Яғни мақсат бағанақылы сабақтас болады. 4 дейміз. Балалар өзен жағасына жеткен кезде алдарынан жомарт қарт шықты. Қашан? Өзен жағасына жеткен кезде, яғни мезгіл болады. Кешіріңіздер тағы да. Сабақтас құрмалас сөйлемнің мысалдары мен түрлерін сәйкестендіріңіз дейді. Ағаш төсектен тұрмай, сол суретке қарап ұзақ жататын. Қалай? Сол суретке қарап ұзақ жататын ағаш төсектен тұрмай. Яғни қимылсын бағанақылы сабақтас болады. Бұл сабақтан қалып кетпеу үшін аян оятқышты беске қойды. Не мақсатпен? Сабақтан қалып кетпеу үшін. Яғни мақсат бағанақылы сабақтас болады. Аттылар жақындаған сайын Төрекелдінің жүрегі орнына түсе бастады. Мына жерде қараңыздар, сайын деген форма жалғыз мезгіл бағанақылы да болады. Мезгілде болады. Жаңа ғана талып қалғандай, әбіш ешбір белгі бермей сұлқ жатты. Әбіш ешбір белгі бермей сұлқ жатты. Қалай? Жаңа ғана талып қалғандай. Яғни мына жерде қимылсын бағанақылы сабақтас болады. Келесі, сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлерін сөйлемдер арасындағы сәйкестіктермен анықтаңыз дейді. Қарсылықты бағанақылы сабақтас, шартты бағанақылы сабақтас. Әкем екеуміз анамды қарсы алу үшін әуежайға келдік. Бұл жерде жай сөйлем болып тұр. Қарастырмаймыз. Ұйымдастыру дұрыс болса, уақытымен аяқталады. Мына жерде болса деген тұр екен, тексеріп көрейік. Егер ұйымдастыру дұрыс болса, уақытымен аяқталады. Яғни шартты бағанақылы сабақтасқа келіп тұр. Мағынасымен, формасымен де. Жауын басылса да, желдің екпіні басыла қоймады. Қайтсе де, жауын басылса да, немесе жауын басылды, бірақ желдің екпіні басыла қоймады. Яғни қарсылықты бағанақылы сабақтас құрмалас сөйлем. Шаршап кеткен соң екеуміз жатып дем алдық. Не себепті? Шаршап кеткен соң. Себеп бағанақылы сабақтас болады. Төртіншісі. Әріптесімді күтіп отырмастан асыға шығып кеттім. Қалай шығып кеттім? Әріптесімді күтіп отырмастан. Қимылсын болады. Кеше тауға шыққанда жаңбыр жауып кетті. Қашан жаңбыр жауып кетті? Кеше тауға шыққанда. Тауға шыққан кезде, яғни мезгіл болады мынау. Үйдің іші қараңғы болғандықтан, ол есікті ашып қойды. Ол есікті не себепті ашып қойды? Үйдің іші қараңғы болғандықтан. Немесе үйдің іші қараңғы болды, сол себепті ол есікті ашып қойды. Яғни себеп болады. Қазірден білімге ұмтылсаң,
болашақта жақсы маман боласың. Егер қазірден білімге ұмтылсаң, болашақта жақсы маман боласың. Шартты бағанақылы сабақтас құрмалас сөйлем. Үйіміз алмабаққа жақын болғанмен, жиі бара бермейтін едік дейді. Бұл бізде қарсылықты бағанақылы сабақтас. Үйіміз алмабаққа жақын, бірақ жиі бара бермейтін едік оған. Жаңбырдың астында жаурап тұрғанша, үйге кіріп шәй іш. Яғни жаңбырдың астында жаурап тұрмай, үйге кіріп шәй іш дегені, бұл да қарсылықты болады. Биыл қуаңшылық болып, ауылы шөп жинай алмай қиналды. Қалай? Биыл қуаңшылық болып. Яғни қимылсын болады мынау. Дүкенге түскен кітаптар талап алатын болған соң, бір данасын тыққызып қойдым. Не себепті тыққызып қойдым? Кітаптарды талап алатын болған соң. Мынау бізде себеп бағанақылы. Және бізде соңғы сұрағымыз, ұл берген кедей болғанмен, киім-кешектерін таза ұстайтын. Ұл берген кедей еді, бірақ киім-кешектерін таза ұстайтын еді. Яғни мынау бізде қарсылықты болады. Есен далаға шықты, таң құланиектен атып келеді екен. Мынау бізде салалас. Ертөстік жалмауыздың қолында қалды деп, елі күдер үзіп қояды. Мынау бізде себеп бағанақылы сабақтас. Оның өскен ортасын білмейінше, жұмбақ қасиетінде түсінуге болмайды. Егер оның өскен ортасын білмесе, жұмбақ қасиетінде түсінуге болмайды деп біз шарттыға ауыстырып, яғни тексерсек болады. Яғни мынау бізде шартты болады. Біздегі сабақтас құрмалас сөйлемнің талдауымыз аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше.